Бүгінгі сабақта логарифм деген не және де ол нені білдіретінін көрейік. Логарифм мен көрсеткіштік дәреже өте ұқсас. Мысалы 2-нің 5 дәрежесін алатын болсақ, бірінші былай жазайық, 2 көбейту 2 деп 5 рет жазып шығайық. Өйткені 2-нің 5 дәрежесі ғой. Тең болады 2-ге 2-ні көбейтсем 4, 2-ге 2-ні көбейтсем 4, 4-ге 4, 16, 16-ға 2, 32 болады. Енді қысқаша жазайық, әртүрлі түстермен. Қазір бұл бізге керек болады. Сонымен 2-нің 5 дәрежесі тең болады 32 дейміз. Енді бұны логарифм түрінде қалай жазылатынын көрейік. Бірінші логарифмнің сөзін жазып қоямыз, яғни лог деп. Оның негізін, қазір басқа түспен логарифм деп жазып қояйық. Негізін 2 деп аламын. Себебі біз 2-нің қазір дәрежелерін тапқалы отырмыз ғой. Осы 2-нің қандай да бір дәрежесі дейміз, 32-ге тең дейді, мына 32-ге тең. Сол қандай да бір дәрежесі нешеге тең деп сұраған кезде біз тауып алуымыз керек, ол 5 екенін. Яғни бұл кішкене кері бір амалға ұқсайды, көрсеткіштік дәрежелік есептерге. Мысалға, мына 2-нің 5 дәрежесі 32. Біз тек жазуын басқаша жазамыз. Енді қараңыз, 2-нің неше дәрежесі қайталаймын 32 болады десе, біз осының дәрежесін тауып алуымыз керек. Логарифмда дәрежені ғана сұрайды. Енді бірнеше мысалдарды қарастырайық. Мысалға, логарифмнің 3 негіздегі 27 дейді. Сол нешеге тең болады? Өзіңіз тоқтатып тауып көріңіз. 3-дің кубы 27-ге тең болады. 3-ге 3 көбейтсем 9, 9-ға 3 көбейтсем 27. Келесі логарифм 5 негіздегі 125. Тең болады нешеге? Ойланып көріңіздер. 5-ке 5 көбейтсем 25, 25-ке 5 көбейтсем 125, яғни 3 рет көбейттім. Сонда 3-ке тең болады екен. Енді келесі шығарайық. Логарифм, мысалы, логарифм дейік. 7 негіздегі 1 дейік. 7-нің неше дәрежесі 1-ге тең болады? 7-нің 0 дәрежесі 1-ге тең болады екен. Әрбір санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Мысалға, логарифмнан 8 негіздегі 1 дейік. Тең болады. Нешеге тең болады? 8 неше дәрежесі 1-ге тең болады. Айтқандай, әрбір санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Сонда 0 деп жазып қоямыз. Келесі видеоларда логарифмнің қасиеттерін қарастырамыз.